Мына жігіт что-то тез өсіп баратыр. Үйге келсем, мына уже почти менің бойыммен кішкене ғана жетпей тұр екенсің, иә? Уже мен сияқты еще менің киімдерім киетін болыпты. Қалай мынау? Сиқыр ғой. Жоқ, бәрін кие бер, тек дұрыс киімді кимесең болды, қалған бәрін кие бер. Ой, Calvin кісі. Хош, мен дұрыс киімді кимекшімін ба? Киіп ғой. Андасында. Ужас, бля, ну бәсе новый пачкалар жоғалып кетеді да кішкене. Арасында сатып аламын, жоғалып кетеді. Сөйтсем, мына жігіт трусы ұрлайтын болыпты. Ұятсыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар жандарым, амансыздар ма? 2 күн қатарынан демалып, тауға барып, біздің өзіміздің есік көлімізге сол жаққа қарай жүгіріп, кішкене көлдің жағасында отырып, речкаға түсіп, ойымды жинақтап бір күшті разгрузка болып қалдым, жақсы демалып қалдым, миым тынығып қалды. Енді апта басы жақсы басталсын деген ниетпен сіздерге де соны тілеймін. Берекелі апта болсын осы жолы. Қазір эфирге кетіп бара жатырмын. Көреміз енді. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деп қысқаша ғана қайыра салайын. Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Енді біздің финишный черта осындай болды деп ойлаймын енді. Мұнымен өмір бітпейді, өмір жалғасады. Қиын болады енді в любом случае. Мен ол нәрсені исключать етпеймін. Ой, мен деген мықтымын, мен өтіп кете саламын деп айтпаймын. По-любому іште бір нәрсе болады. Ол адамға да сыйластығым өзгермейді, сол қалып қалады. Баршашылық тілеймін. Күрестік, екеуміз де барынтамызды салдық, ниетіміз түзу болды, но осындай үшін. Сондықтан ең бастысы аман болайық. Бас аман болсын. Уақыт, емші, уақыт әр нәрсені өз орнына қояды. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деп мен әрдайым айтамын достар. Не судите строго. Любой адам бастан, кез келген адам бастан өтеді деп ойлаймын ондай нәрсе. Аман болыңыздар. Қалайсыздар, достар, қалдарыңыз қалай? Мына қыз әлі жауап жазсын, неме өзін тасып саған деп жазып жатыр екен де көбісі. В общем, соңғы кезде өте көп салмақ та қосып алдым. И самооценка өзі вообще 0 болып жүр. Настроение өзімнен түсіп кете береді. Айна қарасам жылағым келіп кетеді. Бірақ енді Аллаға аман есен болсын олайын деп жатырмын. Негізі кеше өте қатты үшін тонус болды ма. Негізі кішкене развивация етіп, ойымнан шығарып тастайын деп шыққам ғой. Ауырып жатыр десем жүре беремін деп. Ана жаққа барып алып, ішім тартылып, ауырып, прям жүре алмай, такси шақырып үйге қайтып кетіп, үйге келіп жатып демалғам негізінде. Сонымен енді қазір нормальный болып отырмын. Кеше Хамо и достарымыз семейный адамдар барған, солардың бәрі жақсы демалып қайтты. Кеше туған күнге де бару керек еді, ол да қалды. Бұл менің келіншегімнің 7 майға алып берген сыйлығы. Бүгін қалада чисто осы красавицамен жүретін болам. Қазір мотобайкер болып кеттім мен. Так что менің келіншегіме рахмет. 7 майға сіздер не алдыңыздар? Все, бұйырса қайтып бара жатырмыз. Заттарымызды жинастырдық полностью. Масарали ұйықтап жатыр. Өзіміз спорт деп жатырмыз ғой. Продление жасағанбыз, ұйықтап демалып, иә, от души. Сен ұйықтап жан? Көміз. Ал қайтып бара жатырмыз. Скорда сразу жинап жатыр. Мына жақта чемодандарымыз салды. Елімізге қайттық. Здравствуйте. Отыршын. Тура тоқайт тұрған кезде сразу. Алдын отыра берші, сіздер жеке. Азыр казихадан тұрды. Ал, жақсы. Давай, бро. Давай. Там жинап. Еркектер жинап тұр да. Жинап отыр ше. Әлі ыстық қой, алты жарым әлі ыстық. Қалайсыздар, қайырлы күн баршаларыңызға, аман есен елімізге оралдық, шүкір Аллаға. Неше түрлі қызықтар болды, енді жаңа көргендеріңіздей, бірақ ничего, бас аман есен жеттік, содан қуандым. Сол енді үйімізге келіп, өзім өлең кесегім деп жатырмыз кәдімгідей, келдік та ұйықтадық, жолдан кішкене шаршадық, шыны керек. Ансарды ұйықтап, бәріміз ұйықтап, ұйқымыз қандырып, енді жұмыстарымыздан кірсен деп жатырмыз. Біраз жұмыстарымыз күтіп қалды, 1-2 күндік шаруалар көп бізде, бұйырса. Сол, қазір енді үйдеміз, күн деген Алматыда ыстық екен, бірақ таңертең кішкене салқын болып тұрған болатын. Қазір енді не істейін деп жатырмыз, сол, майда шұға тірліктер. Сіздер не істеп жатырсыздар, не жаңалық болып жатыр?
ал әңгіме Ал қайырлы кеш болсын. Кештелетіп біз балық жеуге бара жатырмыз. Қанша балық десек те, бірақ мега фишке жетпейді екен. Сағынып кеттік қой соны. Қазір енді Айша хамам Диана да келе жатыр. Тоже барады балық жеуге. Алматы кішкене салқын андай болып тұр. Жаңа аңсарға футбол кигізіппін да. Өзім сыртына рубашка киіп алыппын. Біртүрлі болып қалған соң ғой. Папа сеге бірдей емшіп кетті, просто папа жарамайды деген кейін сөйтіп шықты. Ассалаумағалейкум достар. Міне бүгін бір емес екі бірдей қойдың басын жағын айыр жіберейін деп жатырмыз. Тоқай досым бар. Қалай досым, көңіл күй жақсы ма? Жұмыс қалай болып жатыр? Крышамыз қалай болып жатыр? Сіздің қолдан шыққан крыша қалай болады досым? Өткесін көресіңіз қалай. Өткесін, нәтижесін көрсетеміз Алла қаласа. Осы жігіттің қолынан. Міне Сұлтан бар мына жақта, ас болсын. Сұлтаке, қалай? Сіздің үйіңіз ғой, қалай? Ощущение қалай болып жатыр? Үйге ұқсап жатыр ма? Нақта Ереке, жаным әшейін, ассалаумағалейкум. Қалай Ереке, көңіл күй жақсы ма? Алтын жігіттің айналайын. Кел тамаққа. Ерекенің бас жесін деп бүгін басап келдім міне. Сұрайсыздар ғой, осы жұмысшыларға тамақ әпересіз бе? Мен жұмысшыларға қойдың басын лагман, мантысымен, ошын қандай жақсы тамақтар бар, соның бәрін әкеп беремін. Құнарлы жігіттер қарны ашып қалмасын, жұмыс істесін. Адамның қарны тоқ болса, көңілді тоқ болады, жұмыс та жақсы болады. Сол үшін бірінші очередь біз тамаққа көңіл бөлеміз. Суымыз бар досым, арасында анау бар, мынау бар, әйтеуір жігіттердің көңіл күй түспесін деймін. Досым, бәрі дұрыс қой мен жақтан. Минус жоқ қой біз жақтан? Жоқ қой досым. Құт досым, ас болсын. Жігіттер ас болсын, ал қойдың басын жағын айыр жіберейік. Бисмилля деп. Ал барлықтарыңызға сәлем, сошыл, ош. Көшеде кетіп баратқанда көбісін андай сұрақ қояды да маған. Айгүл не болды дейді. Ол бірінші сұрақ, екінші сұрақ рух файтинг не болды дейді. Білесіздер, мен ассалаумағалейкум. Бір орында тұрмайтын жігітпін. Айгүл де жоқ, рух файтинг де жоқ. Біз дальше больше дамып жатырық. Ешкім мазасын алып атқан жоқ. Осылай керемет көңілді болып жүрмін. Байқайсыздар ма, соңғы кезде жаман салмақ тастап жібергем. Соның орнын толтырып жатырмын. Не болды? А? Представьте, пожалуйста. Бұл кіртес. Предъявите документы. Предъявите. Нету. Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен осылай магазинге келе жатырмын. Бүгін погода прям күшті болып тұр. Күн қатты суық емес, не ыстық емес. Кеше жаңбыр жауған, содан кейінгі погода кайф болып тұр. Білесіздер ме, Алматының погодасы маған негізі қатты ұнады. Астанада тұрдым. Қанша 4 жылдай ма Астанада тұрдым ғой енді. И Таразда тұрдым. Болды ғой бәйге. Сол екі жақта да біреусінде либо Таразда ыстық болады, ал Астанада суық болады. Но мына жақтың погодасы прям әдемі ғой. Сай өзіне көктем ба көктем сияқты, күз ба күз, қыс ба қыс деген сияқты ғой. Ну, қыс енді қатты қыс болады деп айта алмаймын. Так, әдемі. Бүгін настроение күшті болып тұр. Өзім де күшті тұрмын. Всем пока, всем удачи. Эфирда көріскенше дейміз ғой.